Сәлем, достар. Қалайсыңдар? Каникулда бала-шағамен отырып бала-шағаны іші пісті ма? Біз сол бала-шағамызбен отырып кешкілік уақытта жатар орынға шамалы ойымызды бойымызды сергітейік деп өзімізше сурет салып бастадық. Сонымен кішкентай ұлым карандашымызды алып қойды, ақпарымызды алып қойды, өйтті бүйтті, сонымен сөйтіп бастадық суретімізді. Соны үлкен ұлым отырып алып, тау салам деді. Сонымен екі тауды салып қойды, әдемілеп тұрып. Сонымен таудың қасына апарды да ағаю салып қойды. Сонымен ағаю болғаннан кейін ағаюдың қасын мен тау екеуі өлшеміз балдарымен сонымен барды да қасына шырша салып қойды. Шыршаның қасына тағы бір шырша жат болып қалар, бір түйір шырша деп қасына екінші шыршаны салып қойды. Екі шырша аз болып қалар деп тағы үшінші шыршаны салып қойды. Сонымен сөйтіп өтті да парағыны әрі қарады, бері қарады. Сонымен ол не жетіспей жатыр деді да, сонымен жасылмен бір нәрсе сызды, одан кейін розовый сызды, одан кейін оранжевый, одан көк, фиолетовый, қызыл, сары сөйтіп сызып алды. Сөйтсем ол не болды десем, мен өзімше олар кейбір ұсақ па сызып жатқан десем, сөйтсем северный полюс рас болды. Северный полюс дейді ғой. Ағай олар өмір сүретін жақ білмеймін. Сонымен деп күшті болып шықты. Суретті енді өзінше ойындағы армандағы нәрсе шығар. Сонымен екінші ұлым бастап, екінші ұлымның суреті өзінше болып бірінші кинозаврдан бастады. Астына кішкене жерді сызып қойды, көккімбек жап-жасыл қылып. Сосын одан кейін динозавр салды. Динозаврын қарасаң, динозавры мен бір ұшып баратыр ма, айтып бір күшті динозавр салып қойды. Динозавр аз болып қалады, бірізіп жаурап қалады деді ма, или ішіп сат деді ма. Сонымен қасына үлкен көй салып қойды, ескеп тұра тұрсын деп. Сосын оның ар жағына білмеймін, маша ма, аю ма, адам ба, әйтеуір бір нәрсе салып қойды. Сосын сол адам мен гүл аз болып қалар деді, күшті қылып тұрып тал салып қойды, көлеңкесінде тұрсын деп. Сонымен адам қорқып қалмасын деп төбесін найзағай ойнатып қойды, динозаврға апарып қойды. Сосын ол найзағай аз болып қалар деді, найзағайлардың қасына апарып қарғалар не істеп қойды, салып қойды. Сонымен күшті күн шығарып қойды. Білмеймін, күн шығып тұрған кезде найзағай ойнағанды бірінші рет көрдім. Өзінің ойындағы нәрсе шығар енді баламыздың. Сол әркім өзінің қиялдаған армандаған нәрсесін салсын деген. Енді сөйтіп сурет салып шығардық бүгін. Ертең бұйырса білмеймін, көреміз, ертеңге дейін